Сәлем қыздар, бүгін сіздермен өте дәмді ерекше дайындалатын печенье дайындаймыз. Ең алдымен ұнымызға қопсытқыш салып араластырып, үстіне жұмсақ сары салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаның сарыуызын саламыз, қаймақ саламыз, араластырып барлығын қамыр илейміз жұмсақ. Қамырымызды илеп, тоңазытқышқа тыңғанша қоямыз. Енді жұмыртқамыздың ақуызын араластырып, үстіне секерімізді салып, біртіндеп араластырып аламыз. Осылай жұмыртқамыздың ақуызы қатқаннан кейін үстіне өрік, кішіміш салып, уақтап турап дайындап аламыз. Енді қамырымызды екі бөлікке бөлеміз, кішкене ұн себеміз. Оқтаумен жаямыз, осылай жұқалап. Содан соң ортасына мына видеодағыдай дәл ортамызға меренгамызды салып шығамыз. Енді қамырымызды рулет құсатып, жаймен ораймыз. Осылай екі қамырды да жасаймыз. Содан соң мына видеодағыдай пышақпен жаймен кесіп шығамыз. Енді 180 градуста пісіріп аламыз. Осымен печеньеміз дайын. Тағы да бір рет кесіп жібереміз. Іші осындай болып шығады. Дәмі өте керемет. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Және қыздар, YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, видео ұнаса комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.